Атырау ата жұрттың ежелгі аты, ұрпаққа бабалардың аманаты дегендей, бүгінгі аманаттың түрі осы. Атырау сөзі осы жайықтың теңізге құяр атырабы деген мағынаны береді. Теңізге шығатын жайықтың көптеген өзектері бар, каналдары бар. Барлығы 18 канал бар екен. Халықта қолтық деп атайды. 6-шы қолтықтың қасында тұрмыз. Кезінде суы, нуы толы жер. Қазір біздер теңізге қарай тағы барамыз. Ол жақтағы жағдайды көзімізбен көреміз. Балық инспекциясы қызметкерлерімен бірге өтіп бара жатырған жеріміз 7-ші өзектің қазіргі күйі. Әбден көзі бітеліп, түк қалмаған жермен жексен болған. Біздің шекарамыз қандай жағдайда дейтін болсақ, күйі осы. Бүкіл жағалауды қорғау күзетінің тығырықта тұрғанын көреміз. Теңізге шығалмайды, яғни біздің акваториямыз қорғаусыз отыр. Назарларыңызда Амангелді кооперативінің екі кемесі, екеуі де бауырымен жер басып жатыр. Ең терең жері бұл Мариан соғып жатыр. Ал егер Вейгін болатын болса, бұл жер тап-тақыр жер болатын көрінеді. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам. Мына жерде қанша күннен бері тұрсыз? 2 күннен бері осы жерде тұрмыз. Судың жоқтығына байланысты. Енді қашан кетесіздер? Жоғарыдағы кісіге байланысты ғой дейтін. Су көтерілсе, бүгін кешке дейін шығып кеткіміз келіп отыр. Қазір Марианы басталдық. Көтеріледі деп ойлайсыздар ма? Енді, қазір үйгі жаптың соғып тұрға. Сіздер көп дегенде қанша күн тұрасыздар осындай жерде су болмағанда? Бір демалыстай болып кетеді ғой тұрғаны. Күту осылай. Сонда бір апта бойы осы жерде сусыз, ассыз тұрасыздар ма? Аны жақта да тұра береміз. Жақсы, енді су келсін деп тілейік. Сау болыңыздар, рахмет. Ана жақта тақырға отырған кемелерді көрдік. Жеңіл қайықтың өзі де қазір әрең жүріп келе жатыр. 20-30 сантиметр. Мынау қазір теңіз бен жайықтың қосылатын сағасы. Міне. Астан тіпті балшық алып шығуға болады. Салқында суға секіріп жүрмін. Жылға барыңдар, жылға. Экология комиссиясы болып, бүгін жайықтың теңізінде құйылатын жерін барып тексеріп, адам тобығынан кетіп, онда да өздеріңіз көресіздер 20 сантиметрге. Бұл енді үлкен қауіп. Неге десеңіз, бірнеше ірі мұнай компаниялары бар. Разлив болады, май апаттық жағдайларда да көмек уақытында барады ма, уақытында бармайды ма, ол да қиынға туылады. Жайыққа балық көруге мүмкіндік бермейді, себебі су өте тайыз, Каспийдегі балық жайыққа кірмейді, балай азаяды. Сондықтан қазір енді саяси жағдай, оның ішінде халықаралық саяси жағдайлар бойынша біршама елдердің шекаралары жабық қой. Біз қазір тікелей Атыраудан Бакуге, Бакуден Турцияға, Турциядан Еуропаға, немесе басқа шетелдерге, немесе Грузияның порттары арқылы товарларымызды арзан және тез тасуға мүмкіндігіміз бар. Бірақ ондай мүмкіндікті пайдалану үшін біздің теңізге шығатын жолымыз болу керек, және теңізге шығатын корабльдеріміз болу керек. Бұл біздің еліміз, бұл біздің жеріміз. Сондықтан табиғат жанашырлары ретінде біздер әр маусым сайын, әр жыл сайын жайықтың жағдайын зерделеп келіп жүрміз. Бұл жолда жайық пен теңіздің көш ілгерілеп кетіп бара жатырған біз тағы да көріп отырмыз. Бүгін түске дейін еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлымен кездестік. Мемлекетіміздің басшысы жайық пен қиғаш бойына түп тереңдету жұмыстарын кең көлемде жүргізу мәселесін көтерді. Енді қалған мемлекеттік органдар бұны сөз жүзінде емес, іс жүзінде жүзеге асырады деп сенеміз. Және де оны анда-санда не болмаса әр кезде тендерлерге салып емес, үнемі жоспарлы түрде сонау кеңес заманындағыдай қылып
машиндық мелиоративдік станцияларды құру арқылы, арнайы мекемелерді құру арқылы жоспарлы түрде жүзеге асыру керек деп санаймыз.